Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгін қазақша айтқанда теріс өруді көрсететін боламын. Алдымен шашымызды үшке бөліп аламыз. Сосын ортасын астына қарай жібереміз. Және оң жақтағы бөлікті астына қарай жібереміз. Солай астына қарай жіберіп отырып, жанынан шаш қосып алып, өріп отырамыз. Бұл шаш өру үлгісін мектепке өріп баруға болады. Әдемі әрі жинақы тұрады. Және де қыз ұзату, сырға салу кезінде өруге болады. Енді өрілген шаштарымызды сыртқа қарай тартып, көлем беріп отырамыз. Және де әр өрілген сайын сыртқа қарай тартып отырамыз. Екінші бөлігін де алғашқы өргендегідей етіп, дәл солай астына қарай жіберіп өріп отырамыз. Міне достар, шашымызды осылай өріп отырып, бітіріп, соңына келгенде буып қоямыз. Менің видеомды көріп тамашалағаныңыз үшін көп рахмет. Менің каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.